Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. 1919 жыл, 21 қараша. Қазақ даласының қанды қырғын майданына айналған кезет. Қарапайым қазақты бір жағынан орыс патшасының жендеттері қырып жатса, екінші жағынан билікке ұмтылған қанды қол большевиктер аямай шырылдатты. Сонымен қатар, қазақтың өз арасынан шыққан сатқындар да елді қырып салуға өз үлесін қосып жатты. Осындай қиын қыстау кезде ел қорғаны болған, ақ киізге отырғызып хан көтерген Әбдіғаппардың ауылына бір топ аттылар кіріп келеді. 1919 жылы мамырдың 18-нен 19-на қараған түнде Амангелді Иманов Торғайда құпия жағдайда өлтіріледі. Ауыр қазан естіп, дала комиссары Әлби Жангелдин Торғайға келеді. Мұнда кеңес үкіметі орнап, Торғай уездік атқару комитетінің төрағасы болып Сейтқасым Көшімбеков сайланған болатын. Ол Амангелдінің өліміне байланысты тексеріс жұмыстарын жүргізетін комиссия құрды. Міне осы комиссияның шешімімен Амангелдінің өліміне қатысты деген ұйғарыммен Қыпшақ ханы Әбдіғапар Жанбосынов пен Алмасов Омар ұсталынып, ату жазасына кесілген дейді. Әбдіғапарды ұстауға Әбдіғапар Көгөлең деген жерде, Сарторғай мен Жыланшықтың екі ортасында Көгөлең деген жерде, сол жерде Жанбосының мешіт деген мешіт бар, Әбдіғапардың үй деген үй болған. Қазір орында жай ғана төпешіп қалған шығар. Сол араға жаңағы отряд келген ғой. Оның ішінде мектеп берген бар. Амангелдінің ағасы. Ол отрядты Әбдіғапарды ұстап әкелуге Әлби Жангелдин жібереді. Торғайға келеді. Бұл бертінде кәдімгі совет үкіметі күшейген кездегісі. Алып келіндіреді. Соң Әбдіғапардың үйіне келеді олар. Келгесін осылай сізді алып кетеміз дейді. Оған не дейді? Ол кезде қару-жарақ қолданса, Әбдіғапардың қару-жарағы да бар, маңайының ағайын туысы да бар. Бірақ бұл атыспайды да, шабыспайды да. Әлгілерге жарайды, жақсы дейді. Әбдіғапарды тұтқындауға келген әскер хан үйінен қонағасын ішпекші болып жайғасады. Әбдіғапардың жұбайы Жәмила арнайы пісіріліп жатқан қуырдаққа у қосып бермекші болып оқталады. Әйткенмен көпті көрген әмір уды қосқызбайды. Бұл әскерді қырармыз-ау, кейін бұлардың да іздеушісі бар емес пе, елге зәбірім тиер деп тоқтау айтқан екен. Сол сәтте Әбдіғапар. Сосын Әбдіғапарды сіз бізбен бірге жүріңдер деп ертіп әкетті. Ертіп әкетіп, мұна Радникті Зәуре деген жерде Жамантымақ Сағанақ деген болған. Болыпты, әжемнің айтысы ғой. Сағанақ деген үйіне барып, сол үйде болып, ас-су ішіп, бір-екінің маңайында кіріп шығып, енді қалайда ана кісіні өлтіруге айналған. Сосын ол кісі де біледі ғой, үлкен адам. Қарақтарыма жүрістерің түрі жаман болып кетті ғой. Мені екі бас намаз оқып алайын депті. Біз ол кісі таңнамазын оқып болып, дәретін алып оқып болып, және мәжісінде жұрған екен дейді. Басым шапшаңда деген қосат екен ғой. Біз ол кісінің басын бір шапқаны қосып өттіпті ғой. Екінші шапқанда жантапсырған. Міне, Әбдіғапар ханды большевиктер намаз оқып отырған кезде басын шауып тастаған екен. Осы сәтте екі сұрақ туады. Неге большевиктер Ресей империясына қарсы көтерілісті басқарған Әбдіғапар ханды өлтірді? Логикалық тұрғыдан қарасақ, большевиктер де Әбдіғапар ханды патша үкіметіне қарсы күресті емес пе? Бұл сұрақтарға менің бүгінгі бейнеролигімнің барысында жауап іздеп көрейік. Ендеше бісміллә деп бастайық, ағайын. 1870 жылы Торғай даласындағы Жанбосын би деген беделді қазақ азаматының үйінде дүниеге торсықтай ұл келеді. Осы кішкене баланың басынан бастап-ақ тегін азамат болмайтыны білінген, себебі шыққан тегінің өзі керемет еді. Арғы атасы Қыпшақ Тілеулі жоңғарға қарсы соғысқан керемет батыр болып, орта жүздің туын ұстаған қолбасшы еді. Кейін Тілеулі батырдың ерлігі мен батырлығына әбден риза болған кіші жүздің атақты батыры Тама Есет осы Тілеулі батырға өзінің туған қарындасы Жапалақты тұрмысқа береді. Кейін осы Жапалақ анамыздан дүниеге Абылай ханның орда биі атанған, Абылайдың қолынан хан деген құрметті атақ алып, Абылай жорықта болған кезде ел басқарған Нияз би дүниеге келді. Осы Нияз бидің шөбересі Жанбосын еді.
Жанбосын Торғайдағы белді бидің өзі болып қана қоймай, көп жылдар бойы Қараторғай болысының болысы болған екен. Және де осы Жанбосының бәйбішесі Алуа тегін адам болмаған еді. Біріншіден Алуа Арғынның атақты батыры Үмбетейдің тікелей ұрпағы болған. Сонымен қатар Алуаның әкесі Ақтас, Ахмет Байтұрсыновтың әкесі Байтұрсынның туған ағасы болған. Осылайша Жанбосын мен Алуадан дүниеге келген Әбдіғаппар есімді батыр Ахмет Байтұрсыновтың туысы болған екен ағайын. Жастайынан зерек, батыл болып өскен Әбдіғаппар ел басқару ісіне ерте араласа бастайды. Әкесі Жанбосын 1895 жылы дүниеден өткеннен кейін Әбдіғаппар би атағына ие болып, 1908 жылы Қараторғай елінің болысы болып сайланады. Алайда өз еркімен жүріп, ешкімге мойын бұрмаған Әбдіғаппарды патша үкіметі көп ұзамай болыстықтан босатады. Себебі патша әкімдерінің алдарында құрдай жорғалап құлшылық етіп, айтқандарын ек етпей орындайтын адам керек еді. Ал Әбдіғаппар болса халықтың қамқоршысына айналып, ауылдарда мектептер ашып, қазаққа суармалы егіншілікпен айналысуды үйретіп, орыстардың қазаққа жүргізген әлімжеттік саясатына қарсы шығып отырды. Ақыры міне осындай әрекеттерге барған Әбдіғаппарды патша үкіметі болыстықтан алып тастайды. Бірақ биліктен айырылған Әбдіғаппар ел құрметінен айырылмайды. Болыс болмаса да, дау шыға қалған кезде ел жұрт ең бірінші Әбдіғаппардың алдына барып отырған екен. Себебі мұсылманша тәрбиеленген, дінге өте берік, 5 намазын жібермеген, Құдайға шын көңілден құлшылық еткен Әбдіғаппардың зорлық зомбылыққа әрқашанда қарсы болғанын қазақ елі жақсы білетін. Жеті атадан қара аруақ, қалып еді артыңа, әділдікпен ел билеп, тартып едің салтыңа деп Әбдіғаппар туралы кейін Ахмет Байтұрсынов өлең жолдарын жазады. Алайда Әбдіғаппардың нақты жұлдыздық шағы 1916 жылға келеді. Өйткені осы жылы қазақ жігіттерін тылдық жұмысқа шақыру туралы патша указы шыққанда, Торғай қазақтары ең бірінші Әбдіғаппар не дейді екен деп жалтақтайды. Сол кезде Әбдіғаппар халықты патша жарлығына қарсы шақырып, бірде-бір жігітін соғыс жұмысына жібермеу туралы үгіт насихат бастайды. Ақыры 1916 жылдың жазына қарай Әбдіғаппар маңына Қараторғай болысының ғана емес, бүкіл Торғай даласының жігіттері топтасты. Ал патша үкіметі күш қолданса, онда күллі қазақ жігіттері атқа қонсын деген үндеу де басталады. Қазіргі таңда бізге 1916 жылғы қозғалысты тек патша жарлығына қарсы көтеріліс ретінде көрсетеді. Бірақ бұл әрине олай емес. Себебі 1916 жылғы патша жарлығы қазақтардың бас көтеруіне тек сылтау ғана болды. Шын мәнінде қазақ даласының түпкір-түпкірінде ел ағалары хан сайланып, Ресей империясынан бөлініп, тәуелсіздікті қалпына келтіруге тырысты. Осы фактінің нақты дәлелі Әбдіғаппар бастаған Торғай қозғалысы. Мысалы 1916 жылдың жазында Әбдіғаппарды Торғайдың игі жақсылары ақ киізге отырғызып хан сайлайды. Ақ киізге отырып хан сайлана салысымен Әбдіғаппар басынан бастап Торғай жерінде Ресейден тәуелсіз қазақ мемлекетін құруға бет алады. Мұны дәлелдейтін келесі бірнеше факторларды атасақ болады. Біріншіден, Әбдіғаппар хан таққа отыра салысымен Торғай хандығын жариялайды. Екіншіден, Әбдіғаппар хан саны алғашында 6 мыңға, кейін 10 мыңға, ал 1918 жылы 50 мыңға жеткен Торғай қарулы әскерін жасайды. Әскерді арнайы тағайындалған қолбасшы батырларға басқартады. Мысалы, сардар болып Иман батырдың немересі атақты Амангелді батыр тағайындалады. Ал оның орынбасарлары, яғни Сардарбек болып, Кейкі Мерген, Өмен Мұсабайұлы, Әбіш Рыспайұлы сияқты батырлар белгіленеді. Үшіншіден, Торғай хандығын басқару үшін Әбдіғаппар хан хандық кеңес құрды. Кеңестің құрамына Торғай қазақтары сайлаған 20 адам кіріп, бұрын патшаға қандай да болмасын сатқындық танытқандардың бірде-біреуі осы кеңеске кірмеді. Хан кеңесінің шешімі болмай, бірде-бір шаруашылық немесе соғыс мәселесі орындалмады. Халық соттары да қайтадан ел арасына сайланған билерге көшіп,
төбе би болып досан би сайланады. Төртіншіден, Әбдіғаппар хан мен хан кеңесі өз билігін үкім шығару арқылы басқарды. Әр үкімге Әбдіғаппар ханның мөрі басылды. Бесіншіден, Торғай хандығының өз астанасы да болды. Әбдіғаппар ханның ордасы Қараторғай болысының екінші ауылында орналасты. Алтыншыдан, Торғай хандығында Әбдіғаппар арнайы салық жинау жүйесін қалыптастырып, оның басшылығына Дәуіт Ержанұлын тағайындайды. Кеңестің шешімі бойынша халық 40 қойдан бір қой, 5 қарадан бір ірі қара мал зекет ретінде төлеп отырды. Жиналған зекет бір жағынан кедейлерге көмек ретінде берілсе, екінші жағынан мемлекет қазынасына жинастырылды. Жетіншіден, сарбаздарды ұйымдастыру, қару-жарақпен қамтамасыз ету үшін арнайы қызмет ұйымдастырылып, оның басшылығына Садуақас Жанбосынұлы тағайындалды. Осы қызмет барлық ұсталарды бір орынға жинап, найза, қылыш соқтырып, ескі мылтықтарды дүзеттіріп, шиті мылтықтардан берданка мылтықтарын жасап отырды. Сегізіншіден, бұйрық қағаздарын, жалпы хабарларды тарату үшін әрбір 15-20 шақырым жерде байланыс бекеттері орнатылды. Халық оларды қызыл бекеттер деп атады. Міне, осылай Торғай даласында Әбдіғаппар ханның басшылығымен нағыз демократиялық мемлекет құрыла бастады. Орыстың белгілі тарихшысы 1916 жылы Қазан университетінің профессоры болған Константин Харлампович кейінірек былай деп жазады. В период самоуправления тургайских казахов между ними наблюдалось не только общее снижение преступности, уменьшилось даже количество характерной для этого народа барымты. Ал осыны болса, бізге әлі күнге дейін не мектепте, не жоғары оқу орындарында айтпай, Торғай қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысын тек патша жарлығына қарсы көтеріліс ретінде көрсетіп келеді. Бұл менің ойымша қазақ тарихына деген қастандық, себебі Әбдіғаппар, Амангелді батырлар қазақтың тәуелсіздік үшін күресін жоққа шығаруға тырысады. Әрі қарай айтатын болсақ, Әбдіғаппар хан басқарған Торғай хандығы түбінде ешкімге жеңілмеді. Орынбор генерал-губернаторынан бастап, Ресей империясының бас штабына дейін барлығын дүрліктірді. Орыстың патшасы Торғайға қанша әскер жіберсе де, олардың барлығы Әбдіғаппар ханның әскерінен жеңіліп отырды. Әбдіғаппар хан әскерінің жеңісін Торғай көтерілісін зерттеуші профессор Харлампович 1926 жылы былай деп сипаттады. Эти сарбазы, по сути, вчерашние аульные дети, молодые люди, которые даже не знали, что такое война. О войнах времен Кенесары знали только взрослые. Но все эти молодые люди, почти что дети, сознательно считали, что защищают свою страну, свою землю, свою родину. Поэтому они, имея в руках только дубины, не жалея своей жизни, неустанно сражались против коварного врага. Ақыры осы жеңілместен Торғай хандығы патша үкіметі құлағаннан кейін де сақталды. Алайда патшаның орнына келген большевиктер Ресей империясының генералдарына қарағанда қу болып шықты. Олар Торғай хандығы ертең күллі қазақты біріктіріп, тәуелсіз қазақ елін қайта қалпына келтіру мүмкін деп сескенді. Бірақ күшпен батыл Торғай әскерін жеңе алмайтынын жетік түсінді. Сондықтан да большевиктер ақыры опасыздық саясатына көшеді. Біріншіден, Торғайға Әліби Жангелдинді жіберу арқылы Әбдіғаппар хан мен оның сардары Амангелдіні екі жаққа бөледі. Кейін Ақкөңіл Амангелдіні Алашордаға қарсы айдап салып, ақыры Амангелді батыр қаза табады. Екіншіден, Әбдіғаппар ханды Алашордаға қарсы пайдалануға тырысты. Мысалы, Әбдіғаппар ханды большевиктер 1918 жылдың наурыз айында Торғай облыстық кеңестер съезіне шақырды. Бірақ съезге келген Әбдіғаппар хан кеңес үкіметінің саясатын жүргізуден бас тартып, Алашордаға қарсы көтерілмеді. Сол кезде большевиктер Алашорда мен Әбдіғаппар ханның бірігуінен қатты қорықты. Себебі Алаш көсемдерінің бірі болған Ахмет Байтұрсынов пен Әбдіғаппар ханның туысқан екенін жақсы білді. Және де Алашорда да, Әбдіғаппар хан да көксеген тек бір мақсат еді: тәуелсіз қазақ мемлекетін қалпына келтіру. Бұны болдырмау үшін большевиктер не Алаш автономиясын құрту керек еді, не Әбдіғаппар ханды жою керек еді.
Алаш автономиясына әлі шамасы жетпеген большевиктер Әбдіғаппар ханды өлтіруге бел бұрып, бұл опасыздықты Әли би Жангелдинге тапсырды. Нәтижесінде алдап Әбдіғаппар ханның ауылына келген Жангелдиннің жендеттері оны қолға түсіріп, намаз оқып отырған жерінде опасыздықпен өлтірді. Кейін өз басшыларынан айырылып қалған Торғай хандығы да оп-оңай жойылды. Енді батыл Торғай жігіттерін жауға қарсы басқаратын не Әбдіғаппар хан, не Амангелді, не Кейкі Мергенде жоқ еді. Осылай қазақ даласындағы тәуелсіздікке ең жақын келген Торғай хандығы келмеске кетті. Ал Әбдіғаппар хан болса, Жаңақала ауылының маңындағы ескі зиратқа жерленіп, 2010 жылдың жазында Әбдіғаппар хан зиратының орнына оның тікелей ұрпақтары ақ тастан жаңа кесене тұрғызды. Міне осылайша Әбдіғаппар ханның жатқан жерінде керемет өзінің бейнесіне дәл келетін тамаша мазар көтерілді. Және де Әбдіғаппар хан мен Амангелді батыр және Кейкі Мергеннің ортасына от салып, оларды бір-бірден көзін құртқан Қандыкөл большевиктердің опасыздығын да есте сақтау керек, ағайын. Өйткені бұл да біздің тарихымыз, ал біз тарихтан қандай да болса да сабақ алуымыз міндет. Әр қазақ Әбдіғаппар ханды мадақтасын, ағайын.